Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Бүгінгі амал амалдардың төресі. Мүмкін осы амалың сені тозақ отынан, тозақтағы азаптардан сақтауы мүмкін. Мұнымен бітпейді. Бұл амал қиямет күні Алла 7 түрлі адамды өз аршысының көлеңкесіне алам деген соның бірі болуға жеткізеді. Сіз бұны кейбір адамдар ғана орындай алатын, тек Алланың таңдаулы адамдарының ғана қолынан келетін істеуіңіз мүмкін. Олай емес. Әрбір иман келтірген, Аллаға шынайы сенген жанның бәрі жасай алатын амал. Бұл жылау. Алладан қорққандықтан ғана жылау емес. Алланың дидарымен қауышқысы келгендіктен, сағынғаннан жылауы мүмкін. Алланың мейірімінен үміт етіп жылауы мүмкін. Иә, сен жылай алмаймын дерсің. Жоқ, сен егер шын қаласаң, бүгін жылай аласың. Ол үшін тек көзіңді емес, жүректі түзету керек. Өйткені жас, ол жүректен басталып, көзден шығады. Жүрегіңді өзгерт. Өйткені ол жүректің проблемасы. Көбінше намаз оқыған кезде адамның жүрегі оған қосылмай қала береді. Себебі жүрегіміз үйде, жұмыста, қарыздарымызда, саудада қалып қойған. Сондықтан мұндай адамның көзінен жас шықпайды. Хадис сүресінде иман келтіргендердің жүректері Алланың зікіріне, Құранға жұмсап, әрі түскен ақиқатқа жібімей ме? Ал енді бұрын өздеріне кітап беріліп, сосын ұзын мерзім өткендіктен жүректері қатайғандар сияқты болмаңдар. Олардың көбі бұзақылар делінген. Ақырет махшарында еш көлеңке болмастан адамдар өздерінен шыққан терге өздері малшынып тұрған сәтте Алланың көлеңкесінен паналайтындардың бірі осылайша Алланы еске алып жылайтындар. Дүниелік нәрсені ойлап, немесе дүниедегі проблемаларын ойлап емес. Алланы ойлағандықтан жас шыққандарға жер мен аспанды қосқандай мөлшердегі жәннатты нәсіп етеді Алла. Өзіңіз ойлаңызшы, соңғы рет қашан сіздің кірпігіңізден Алла және ақыретті ойлағандықтан, немесе Раббыңыз берген нығметтерге ризашылығыңызды білдірген қуаныштың жасы үзіліп түсіп еді? Жылауды айтпағанда. Алладан қорқып, жалғыз қалғанда жылап, құлшылық қылуға тырыс. Бұл өмірдегі күйбең тіршілікті, болып жатқан қиындықтар мен олқылықтарды ойламастан, дүниеге берілместен, Аллаху акбар деп жасап, намазды бейне бір соңғы рет оқып жатқандай сезініп, күнәларыңды ойлап, содан жүрегің елжіреп, артынша Алланың кешірімді, тәубаларыңды қабыл етуші екенін есіңе түсір. Осылайша жүрегің жұмсара, көзіңнен жас шығады. Құранның Исра сүресінде олар жылап, етпектерінен түседі. Бұл олардың ықыласын арттырады делінеді. Кейбір ғалымдар намаздарында, дұға жасағанда, тіпті төсектеріне жатқанда да жылайтын еді. Жасын қасында жатқан әйеліне де көрсетпеген. Суфиян ас-Саури жылаудың 10 шақты түрі болады. Соның 9-ы Алла үшін емес, тек біреуі ғана Алла үшін жылау деген. Шынайы Алла үшін жылаған көзге тозақтың оты тимейді. Алла үшін жылаған адамның және Алланың жолында бір нәрсені күзетіп, ұйықтамаған адамның көздеріне тозақтың оты жоламайды. Дұғада ғана емес, тіпті Құран оқыған кезде де жылауға болады. Ешкім жоқ жерде отыр да, алақандарыңды жайып, Алладан сұрап, жылап ал. Айша анамыз радиаллаху анха бен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жылағаннан сақалдары су болғанын, сосын тізелерінің су болғанын, сосын жылай бергеннен тұрған жері су болғанын көрдім дейді. Ал Абу Бәкір, Алла разы болсын, ол кісі өте ерекше адам болатын. Фатиха сүресін естісе болды, жылап қалатын. Ал Омар радиаллаху анху бетінде 2 сызығы бар еді. Көрген адам бәрі танитын. Ол жылағаннан қалған жастың ізі болатын. Осман радиаллаху анху түнімен жылайтын болған. Ал Әли болса, ол кісінің жылауындай жылау болмаған. Бұл есімдері аталған тұлғалардың бәрі көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген, Алланың сүйген құлдар еді. Бірақ сонда да олар Алладан сұрауын, жылауын тоқтатпаған. Ал бізше, бізге ешкім жәннаттықсың деген жоқ қой. Пайғамбарымыздың артынан ерген сахабалары осындай болған.
Өз өзіңе мен бүгіннен бастап Алла үшін шынайы түрде жылайтын болам деп көзіңізден жас шығаруға тырысыңыз. Алла тақуалықтарымызды арттырып, тек жақсылықтарын берсін. Алла тағаланың сіздерге рахымы мен мейірімі болғай.